Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? 3-ші сыныптың математика сабағы 89 сабақ 1-ші тапсырмадан 7-ші тапсырмаға дейін бірге орындайтын боламыз. Сен көбейту мен бөлуге берілген құрылымы күрделі теңдеулерді шешуді үйренетін боласың. 1-ші тапсырмада есептеулерді орындасаң, балалардың қайсы кітапханаға неше рет барғанын білетін боласың дейді. Мына жерде есептеулерді есептеп, мысалы Әлия бізде 60 рет барған екен, Дәулет 90 рет, Марат 76 рет, Әсел 140 рет барды деп біздер мәндерін шығара алатын боламыз. Неше рет барған? Сіздер де кітапханаға көбірек осы балалар сияқты баруларыңыз қажет. Бізде 3-ші тапсырманы орындамастан бұрын кітабымызда 2-ші тапсырмада теңдеуді қалай шығаратындығын айтылған, теңдеуді қалай шешуге болатынын түсіндір дейді. Оң және сол жақ бағандардағы теңдеулерді салыстыр, оларды қандай айырмашылық пен ұқсастығын байқауға болады. Бұл жерде 2-ші тапсырмада қалай шығарылады, соның үлгісі міндетті түрде берілген. Бұл теңдеуді бірден шешуге бола ма дейді. Математиканы ықшамдау деген қажет деп айтады. Яғни қарапайым түрге келтіру. Оны қалай орындауға болады? Сен оған екі теңдеуді салыстыра отырып жауап бере аласың. Теңдеудің сол жағында көбейтін табу қажеттігін түсінген шығарсын дейді. Содан кейін біз өзімізге таныс теңдеуді аламыз. Оны шешу оңай дейді. Мұндай теңдеулерді шешу үшін қосымша есептеулерді орындап, алдымен оларды ықшамдап алу қажет. Теңдеуді ықшамдау. Яғни бүгінгі сабақта біздер теңдеуді ықшамдау туралы айтайын деп отырмыз. Осы бізде 2-ші тапсырмада дайын бізге түсіндірмесі берілген. Енді 3-ші тапсырмада осы басшылыққа ала отырып шығаратын боламыз. Мына жерде x-ті көбейту үшін жақша ішіндегі 25 пен 5-тің бөлінісіне көбейткенде 350-ге тең болды. Бұл жерде теңдеуді біз ықшамдаймыз. Ықшамдау үшін жақшаның ішін бірінші орында боламыз. 25 пен 5-тің бөлінісі 5-ге тең. Жақшаны, яғни ашамыз, орындалды. X пен 5-тің бөлінісі, X пен 5-тің көбейтіндісі тең 350-ге. Бұл теңдеу бізде бұрыннан орындап келе жатқан теңдеулеріміздің бірі. Бұл жерде ықшамдалып тұр. Қарапайым теңдеуге айналды. Ары қарай белгісіз санды таба аламыз. 350 мен 5-тің бөлінісі тең 70-ге. 70 пен яғни белгісіз саны орнында 70 тұру керек. 70 көбейту 25 бөлу 5 тең 350-ге. Яғни мына жағымызда 350-ге тең болды, мына жақта 350-ге тең болды. 350 тең 350 деп шығаратын боламыз. Келесі мына теңдеуді шығарған кезде де біз ықшамдауымыз қажет. Ол үшін ықшамдау үшін 120-ны 4-ге бөліп аламыз. Қарапайым теңдеуге айналдырып тастаймыз. Бұл жерде 120-ны 4-ге бөлгенде 30-ға тең, r қосу 30 тең 150 дейміз. Ары қарай белгісіз санды табатын боламыз. 150 мен 30-ның айырмасы 120-ға тең. Яғни белгісіз санның орнында 120 тұру керек. 120-ға 120 мен 4-тің бөлінісін қосқанда 150-ге тең. 150 тең 150 деп жазатын боламыз. Келесі тапсырмада бөлігінде де біздер жақшаның ішін орындау арқылы ықшамдаймыз. Бірінші 40-ты 3-ке көбейтеміз, 120 бөлу x тең 6 деп бұрынғы шығарып жүрген теңдеуіміз сияқты қарапайым теңдеуге айналдырып жібердік. 120-ны 6-ға бөлген кезде біз 6-ға тең. Белгісіз санға 120 мен 6-ның бөлінісі 20-ға тең. Сол белгісіз санға 20-ны қоятын боламыз. 40 пен 3-тің көбейтіндісін бөлеміз 20-ға тең 6. 6 тең 6 деп жазатын боламыз. Келесі тапсырмада да ықшамдауымыз қажет. Бұл жерде 25-ті 5-ге бөліп алдық. 25 пен 5-тің бөлінісі 5-ге тең. Оны x көбейту x деп жазамыз. Тең 450. Бұл жерде бізде ықшамдалды. Яғни қарапайым теңдеуге айналды. X тең 450 мен 5-тің бөлінісі. X тең 90-ға белгісіз саны орнына 90-ды қойып тексеріп шығамыз. 450 тең 450 болып шыға келеді. Келесі бізде 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырмада жауаптарын сандықтан тап дейді. 12 мен 4-тің бөлінісі 24-ге тең. Бізде сандықшада оның жауабы бар екен. 60 бен 3-тің бөлінісі 2-ге тең. 2 цифры да бар сандықшада. Яғни мына жерде тапқан есептердің барлығының жауаптарын сандықшаның ішінен тауып алатын боламыз.
Осындай 6 мысал құрастыр дейді ә бөлігінде. Оған біздер 6 мысал құрастырдық. Осы есепке ұқсас 6 мысал құрастырдық. Келесі бізде 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырмада сурет бойынша өрнек құр, амалдардың орындалу ретін белгіле, өрнектің мәнін тап дейді. Бұл жерде 810-ды 9-ға бөлу үшін 810-ды 90-ды 5-ге көбейтіп алған. 450-ге 360-ды қосады. Сол кезде 810-ға тең болды. 40 пен 9-ның көбейтіндісі 360-ға тең, 90 мен 5-дің көбейтіндісі 450-ге тең. 450 мен 360-ның қосылса 810-ға тең. Міне мәні 810-ға тең болып шықты. Келесі 6-шы тапсырмада қабырғалары 4 см және 3 см болатын тіктөртбұрыш сыз. Оның периметр мен ауданын тап дейді. Бұл жерде А бізде 4 см, В 3 см, периметр белгісіз, ауданы белгісіз. 4 пен 3-тің қосындысын 2-ге көбейтіп периметрін табамыз. 4 пен 3-ті көбейтіп ауданын табамыз. Сонда ауданы бізде 14 см-ге тең болды, ал ауданы 12 см квадратқа тең болды, ал периметрі 14 см-ге тең болып шықты. Тіктөртбұрышты сыз дейді. Дәптерлеріңізге тор көздеріңізді пайдалана отырып осылай сызатын боламыз. Ең соңғы тапсырма бізде 7-ші тапсырма. 7-ші тапсырмада бос орындарды толтыр дейді. Бос орындарды толтыру үшін біздерге астындағы сандарды, қасындағы сандарды пайдалана отырып цифрларды қоятын боламыз. Мына жерде 5 тұрды, мына жерде 5-ті қойып, яғни мына жерде бір мәнге бірін ойда сақтадық. Сондықтан 5 санын қоямыз. 5-ке 5 қосамыз 10, бірі ойда, 2 мен 6-ның қосындысы 8, ойдағыны қосып алсақ 9 болады. 3-ке 3-ті қостық 6 деп мәні 690-ға тең деп жазатын боламыз. Келесі бізде 500 әуелден белгілі, мына жердегі сан белгісі болды тек қанағы. Ол үшін енді азайтамыз. 0-дан 6 азайтылмайды. Мыңнан 100-лікті аламыз. Мынау сонда 10-дық болды. Бір ондығы алынып 9 болып қалады, ал мынау 10 болады. 10-нан 6 азайтамыз 4, ал мынауымыз 9, 9-дан 9 азайтамыз 0. Мұнаның 100-лігін алып кеттік 400-лік. 4-тен 1-ді азайтамыз 3 болады. Міне осылай мәнін шығаратын боламыз. Міне келесі тапсырмаларды солай орындаймыз. Түсіп қалған тор көздердің орнына сандарды қоямыз. Құрметті оқырмандар, бүгінгі құрылымы күрделі теңдеулерді шығару сіздерге түсінікті болған болса, каналға жазылыңыздар, подписаться батырмасын басып, лайк, комментарийлер жазып кетеміз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.